Сәлем достар, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда ерекше дәмді болып шығатын картофель по-деревенскийдің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен картопты жақсылап жуып тазалап кептіріп аламыз, кейін видеодағыдай етіп турап шығамыз. Жалпы қабығынан ашып тастасаңыз болады, бірақ маған дәл осы күйінде ұнайды. Картопты турап болғаннан кейін ыдысқа салып, салқын су құйып, газге қайнауға қоямыз. Осы аралықта ыдысымызға дәмдеуішімізді дайындап аламыз. Олар менде тұз, хмели сунели, кептірілген сарымсақ және де қара бұрыш, өздеріңіздің қалауларыңызша паприка қоссаңыздар болады. Осындай құрғақ ингредиенттерді қосып алғаннан кейін артынша сұйық май немесе зәйтүн майын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Осымен дайын болады. Біздің картопымыз қайнап жатыр. Газдың астын бірден өшіріп, суын төгіп тастаймыз. Енді жаңағы дайындап алған дәмдеуіштеріміздің барлығын қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Противеньге пергамент қағазын төсеп, картофельдарымызды видеодағыдай етіп, біртіндеп орналастырып шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз, 200 градуста шамамен 10-15 минут пісіреміз. Осымен дайын болды, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Достар, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жұмасына 2-3 рет дәмді рецепттармен бөлісемін.